Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынандай лаваш жапырақтарынан керемет тағам бәліш ұсынғым келіп тұр. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шықты. 25 минутта керемет тағам неге келді дастарханға. Қараңыздар. Сіздермен біз қазір осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Көріңіздер, үйде бар заттар. Лаваш болса керек болса болды. Лаваштың 5 жапырағы. Мен лавашты әкеп қойып ем. Қараңыздар, міне өте арзан тұрады. Мына теркадан күштен өткізіп қойдық картопты. Мынау ірімшікті де күштен өткізіп қойдық. Енді бізге мынау пияз керек. Пиязымыз турауымыз керек. Майдалап, қалай майдаласаңыз да болады. Ана майдалағыш блендерге салсаңыздар да болады. Қолмен жасасаңыздар да болады. Қалай сіздерге ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Міне мынау шегілген етімізге мынандай дәмдеуіштерін бәрін салдық. Енді бұған мына пиязымыз керек, майдалайтын. Майдалаған сосын мынау картоп керек. Картопқа да тұзын бұрышын дәмдеуіштерін салыңыз. Сосын кейін мұны араластыруымыз керек әдемілеп. Мынау картоп қосылған етімізді 5 бөлікке бөлдік. Себебі мынау лавашымыздың жапырағы 5-еу. Енді соның біреуін алуымыз керек. Енді лавашымызға салуымыз керек бұны. Лавашта. Орап жатып, мынандай қуыс жерлеріне салып жіберіңіз. Қуыс жерлеріне қуыс болып қалмасын. Қазір кесілген кезде оп болмай қалады. Қуыс болмау керек. Қуыс салдыңыз ба? Келесі қуысты толтыруымыз керек. Сосын ортаның есіне әдемілеп орап салуымыз керек. Бүстіп сала беріңіздер. Енді келесі. Енді осының мынау қуыс жерін толтыруымыз керек. Етпен, картоппен, салмамызбен толтыруымыз керек. Енді мына жағында толтыру керек. Қуыстар болады ондай міндетті түрде. Міне, енді бұны келесі жерге қоюымыз керек. Міне осылай жасай беріңіздер. Міне мынау қаймағымыз үлкен болысқа салуымыз керек. Оған енді мына ірімшікті араластыру керек. Ірімшік дегенде өте күшті. Әйемне араластырып алыңыз. Міне, енді бұл сұйықтықты бетіне жағуымыз керек. Керемет бәліш болады бұл.
міне мынандай аяғына дейін жетті. Енді осының бетіне мынау күнжіттің дәндерін себу керек. Бұл дәндер де өте пайдалы. Біз оны қолдана бермейміз. Енді осы жерде духовкаңыз қызып тұру керек. Духовкаға бару керек. Жарты сағат тұра ма? Көреміз қанша тұратынын қазір. Міне енді духовкаға бара береміз. Міне кесіп көрейік қазір. Қандай болғанын. Иісі керемет енді. Қалай қарасаңыз да иісі күшті. Арасындағы қағазы кетіп жатыр ма? Деген жатыр. Kesуде, алуда. Міне қараңыз. Қарамады, керемет болды. Қараңыз, мына жағынан қараңыз қандай әдемі. Енді бұл қалай жесеңіз де болады, ол керемет ғой. Міне сырғанға қойып отырмыз. Қараңыз. Енді қазір кесіп көреміз. Міне осылай дайындап жүріңіздер. Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Қазақша контенттерді қолдап, қолпаштап жүріңіздер. Менің каналымды қолдап, комментарий жазып жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.